Көп ақшаға дайын болады тегін практиканың үшінші тақырыбы байлық энергиясын қосу деп аталады. Көп ақшаға дайын болу дегеніміз соған сай әрекет ету деген сөз. Егер сіз молшылықты армандап тұрып, көп ақшаны қалап тұрып, бірақ іс жүзінде тек қана арзан заттарға жүгіре берсеңіз, іштей өзіңізді шектеп, миыңызға маған жақсы нәрсе лайық емес деген сигнал жіберіп, энергияңызды өзіңіз бұғаттап тастайсыз. Бүгінгі жасайтын әрекетіміз күніне кем дегенде 15 минут уақыт бөліп, менде ақша көп болса, қалай жүрер едім, қалай сөйлер едім, қалай өмір сүрер едім деген рөлге еніп, өзіңізді мақсатына жеткен ауқатты адам ретінде сезініп көріңіз. Және бүгін алғашқы қадамды бастаңыз. Ол үшін ең арзан кофе немесе ең арзан сабақ немесе ең арзан сабын емес, өзіңізге шынайы ұнайтын, жүрегіңіз қалайтын сапалы затты сатып алыңыз. Егер осы уақытқа дейін тек қана 2000 теңгенің, 3000 теңгенің сабағын сатып алып жүрген болсаңыз, енді 10.000 теңгенің сабағын алып көріңіз. Егер осы уақытқа дейін 300 теңгенің сабынын алып жүрген болсаңыз, енді 3000 теңгенің сабынын алып көріңіз. Қарапайым кішкентай нәрседен бастап көріңіз. Бұл практиканың пайдасы қандай? Осы әрекет арқылы сіз әлемге мен тек арзан нәрсеге ғана емес, әдемі жерлерге, бағалы құндылықтарға, сапалы білімге лайықтымын деген сигналды жібересіз. Ішкі бағаңыз өскен кезде материалдық дүниеңіз де біртіндеп көтеріле бастайды. Бай адам ол ақшаны бекер шашатын адам емес. Ол өзіне ең жақсысын таңдай алатын адам. Бұл техниканың нәтижесін бүгін ақ сезінесіз. Қалған 2 қадамды жіберіп алмас үшін парақшама тіркеліп, достарыңызға бөлісіп, репост жасап қоюды ұмытпаңыз.